Тауық Ряба ертеде ата мен әже өмір сүріпті. Олардың Ряба деген тауықтары болыпты. Бір күні тауық алтын жұмыртқа тауыпты. Ата ұрып көріпті, жара алмады. Әже ұрып көріпті, жара алмады. Кенеттен тышқан жүгіріп, құйрығымен тиіп кетіпті. Жұмыртқа жерге түсіп, сынып қалады. Ата мен әже жылапты. Ал тауық былай депті: Жыламаңыздар, ата, жыламаңыздар, әже. Мен сіздерге тағы бір жұмыртқа тауып беремін. Бірақ ол алтын емес, қарапайым жұмыртқа болады. Қорытындысы: кейде адамдар үлкен нәрсеге ұмтылып, қолындағы бардың қадірін білмей жатады. Қарапайым дүниені де бағалау білу маңызды.